Қайым Мұхамедқанұлы десе, отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын, дәлдеген оқ өтпейтін, қайқы қылыш кеспейтін ертегінің батырлары көзгелестейді. Алаштың ұлдары ақ патшаға қарсы аттандап өре түрегелген 16-шы жылы Абай туған топырақта өмірге келген оның қаршадайынан көрмеген қорлық жоқ. 32-ші жылғы аштықтан бұралып өлген ағайындардың тау-тау болып үйілген мәйіттерін жинап жүрген арбакеш зердесінде мәңгі қал. 37-ші жылдың күзінде қасиетті ораз айында әкесі Мұхамедхан Сейітқұловты Бозалатаңда шешесімен екеуі сәресі ішіп отырған жерінен жендеттер ұстап әкетті. Үрей әкелген шөудің жетегінде кеткен әкені 3 күннен кейін аттыда тастады. Жазалаушылардың айтуынша бұның әкесі қоғамға аса зиянды ірі мұсылман ұйымының белсенді мүшесі болыпты мыс. Содан бастап Қайымның қаяулы жүрегін кеккернет. Кейін үкіметтің ұзын құрығы өз мойнына түсті. Абайдың ақындық мектебі туралы қорғаған диссертациясының жолы өте ауыр болды. Маркс пен Лениннің мектебін ғана мойындайтын үкімет Абайдың мектебін жоққа шығарды. Мұны Әуезов пен Мұхамедхановтың ойлап тапқан нәрсесі деп таныды. Мұхтарды терең орға жығуды көздегендер алдымен Қайымның жолына қақпан құрды. Ақыры жазықсыз жала жауып, өмір жолын жаңа ғана бастаған талантты жас әдебиетшіні 25 жылға соттап жіберді. Бізге қойған жала Мұхтар Әуезовпен бірге ғой. Мұхтардың шәкірті, Мұхтардың ұлтшылық идеясын қолдаған адам. Соның басшылығымен әлгі Абай шәкірттер Абай мектебі дейтін Совет үкіметіне қарсы, марксизміне қарсы кітап жазған. Десесе қорған деп нетті ғой. Бірақ Мұхтар менен айдауға кеткенде кейін айтады, сені жапты дегенде қорықтық дейді. Енді мені қысады ғой сонда. Мұхтарды жаманда. Мені осы жолға салған Мұхтардың деп айтты. Онда айтқан жоқ мен. Мұхтардың күзі жоқ. Ол ғалыми руководитель болды. Başlık etti, al еңбек өзімдікі, идея өзімдікі деп сөйтіп қана кеттім. Азапты жылдар Қайымды жасталған жоқ. Қанша қорлық көрсе де идеясынан қайтпады. Өліп кетуге бейілет, бірақ ұстазын сату деген ойына кіріп шыққан жоқ. Басқа біреу болса морд сынармет қайтер еді. Жендеттер қорлықтың жетатасын көрсетті. Түрмеден босатамыз деп алдап арбапта байқады. Бәрібір қайсар Қайымды ырқына көндіре алмады. Бізді кәдімгі зорлықпен халық жауы деп әлгі Абай шәкірттерін тексеріп сөйтіп жапты ғой. Онда КГБ дейді. КГБ жапты мені. Семейді ұстап, ішкі түрмесін ұстап, содан Алматыға алып кетті. Алматыдан ол Дзержинский көшесінде КГБ-нің әлгі министерствосы ғой. Соның ішінде түрме бар. Ол түрме көрінбейді. Түпкі жағында үлкен құйма жеке біріне. Соның ішінде жеке бір комнат түрме. Оның айналасында ит жүгіріп жүреді. Нетпейтін. Сонда адамды қинағаны сенің істемеген нәрсеңді істедім деп қол қой дейді. Совет үкіметіне қарсы болдым. Совет үкіметіне қарсы жұмыс жүргіздім. Күрестім деп сөйтіп айт дейді. Оны қайтып айтасың. Соны айтпағаның үшін сені қинайды. Қайымаға әдетте азапты жылдары, қасіретті кездері туралы айтуға аса құлықты бола бермейді. Бұл да текті туған перзентке тән қасиет. Басына бейнет түскен, көңілі құлазып жүрген мезгілдің елестерін қайта жаңғыртып, қамыға әңгімелеу әдебиетші ғалымның әдетінде жоқ нәрсе.
Сондықтан тағдырының ауыр тұстары туралы сыр суыртпақтасаң, дегеннен ашылып сала беруі екіталай. Мен өмірдің бар қиын кезеңінде жақсылығында, жаманшылығында бәрінде көрдім. Оны жасыратын жоқ. Адам еңбек еткен адам, жұмыс істеген адам, жазған адам, зерттеу жұмысымен шұғылданған адам талай қиындыққа кездеседі. Неге десеңіз, қоғамдық өмірде әрбір адамның әртүрлі көзқарасы болады. Сенің көзқарасың кейбіреудің көзқарасына қайшы келеді. Әйтсе де жүрекке жара салған жылдардың қасіретті күндері ешқашан ұмытылмақ емес. Ұстанған пікірден, идеядан қайтпай, ар намысты сақтап қалу екінің бірінің қолынан келмесі анық. Сол үшін түрменің тар бөлмесінде ұлы ерлік жасалғанында халық біле бермейді. Ендеше ақиқатты айтыңыз Қайым-аға. Сізге қиын болғанмен әуезовке оқталған мылтыққа кеудеңізді қалай тосқаныңызды ел білсін. Кішкентай ғана комнатта жатасың. Терезесі биттей ғана, есігі жабық, мынандай ғана енін қарап тұрасың бір. Төсегі алматырасы. Оған немен асасың? Ішіне ылғи ұлтанның қиыға. Ұлтан. Ол қатты ғой. Жастығы да сол. Сонымен жатасың. Көрдіңіз бе? Сосын пәлен уақытқа сені ұйықтатпайды. Пәлен уақытта тұрғызады. Сосын саған пәле жауып, түрменің ішкі тәртіп мұздың деп, алып барып, кәрсері бар, соған жауады. Соның мен 3 түрі бар екен, соның 2-ін өттім. Ыстық кәрсер дейді. Енді адам өліп кетуі мүмкін сонда, жүрегі жаман адам. Бір комната, соған әкеп кіргізеді. Киімің бәрін шешеді, жалаңаштап, соған кіргізеді. Ортасында мынандай бір не тұр, оның үстінде кішкентай тақтай тұр. Кішкентай отыратын. Кішкентай отыратын. Сосын мынаның асты бәрі цемент. Бұл не деп кішкене отырғаннан кейін ақырындап үй жылый бастайды. Сосын қарасаң аның бар ыстық, табаныңды күйдіреді, сосын қолыңды күйдіреді. Әлгі кішкентайнен барса шоқиып отырасың, астыңа батып кетеді, түсесің, табаныңды күйдіреді, қайтадан нетеді, сөйтіп жүріп, сонда бір тостаған су әкеледі саған. Ол жерік. Содан ағып кеткенше ішесің, сосын бермейді. Сөйтіп қатты қорлық жасайды. Абайды зерттеп, ғылымда бір ерлік жасаған Қайым абақтыда да қайсарлық танытты. Өйткені өз ісінің ақтығына сенетін еді. Өзін осындай күйге түсіргендерге ызалы жүрек, қорлық зорлық түгілі ажалды да қасқақпай қарсы алуға дайын тұр. Дегенмен алдағы күннен үміт күткен рас. Соңына шамалып түсіп, ширек ғасыр бойы түрмеге қамайтындай жазығы жоқ еді ғой. Сондықтан да шыдаған сайын ширай түсті. Сонда бір мұлай әлгі үлкен бір тақтай тұр, кір тақтай. Соны көтеріп әкел дейді. Әрем көтеріп әкелесің, соны полға саласың, соның үстінде жатып, соны ұйықтайсың. Оны көрген қорлықтың бәрін айту қиын. Содан кейін шыққаннан кейін ойлайсың, қалай осыдан аман шықтым, қалай еттім. Сондай қорлыққа 6 ай жаттым. 6 ай. Күні-түн жауап олады. Соның кейін соттады, 25 жыл түрме, лагер. Оны өтеген 5 жыл азаматтық праводан айыру, 5 жыл айдауда. Соның 30 жылды бірақ кесті ғой. Соның 4-5 жылын отырып, Сталин өлгеннен кейін шықтық. Сөйтіп Қайым азаттық алып, бірақ алда тұрған күндердің де жүгі жеңіл емес еді. Әдебиетші ғалымның басына бостандық берген үкімет ұлт мұратын көздеген шығармаларының бәріне бірдей кең тыныс аша қойған жоқ. Сондықтан семейіне сағынып жеткен Қайым ұзақ уақыт бойы үнсіз жатты. Оның үстіне жазалағысы келсе жайпап жіберетін жүйе
қажырын жұмсап қорғаған кандидаттық атағын да қайтарып алған болатын. Араға жылдар салып соны қайта қорғады. Семейдің педагогикалық институтында дәріс берді. Абайдың ақындық мектебін зерттеп, басын қатерге тіккен ғалымнан сабақ алған шәкірттері де осал емес. Бүгінгі ұлттық философияның көрнекті өкілдерінің бірі Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ғарифолла есімде бір кезде Қайым Мұхамедханұлының лекциясын тыңдаған студент. Өз саласында көш бастап жүрген Ғарекеңнің ұстаз дәрісінен түйгені көп. Енді соны қазіргі ұрпаққа айтудан жалыққан жер жоқ. Бұл кісі лекцияға өте мұқият болатын. Мысалы, лекцияға ол кісі ешқашанда қалай болса киініп келмейтін. Өте құпты болатын киімге. Таза болатын. Біз ол кісіге таңғалып соны қызығатынбыз. Содан ол кісі лекцияға өте дайындықпен келетін. Қалай болса келе салмайтын. Ол кісінің лекциясы деген, лекция деген текст жоқ қоды. Толып жатқан алғашқы нұсқалар, соларды алады. Сонда мен қазір ойлаймын, біз қателігіміз енді. Техникада жоқ кезде, сонда бәрін жазып алу керек еді. Жазып алу керек еді. Соны жазып алғанда, өте құнды, қанша бірнеше кітап шығушады жазып алғанда. Соны лекцияның үстінде айтады сол сөзді. Енді сол лекцияны келесі жылдары айтқан кезде, мен сұраймын ғой келесі балалар, осылай айттым деп, кішкене өзгертіп айтады. Өйткені әрбір лекциясы творчество болып қалады. Еркін, осы бізге жақсы әдебиеттің тарихын, жалпы әдебиетіміз мәдениет деген мәселені, осы мәселені ол кісі кең айтатын. Лекциясында тек әдебиет болмайтын ол кісінікі. Әдебиет, конечно, әрине ғой әдебиет. Әдебиеттің тарихы, бірақ та өнерге үлкен мәселелерді айтатын. Біз оны лекциясын жазып алатынбыз. Ғарекең сондай-ақ Қайым Мұхамедханұлының лекциясын ұғыну үшін дайындық керектігін, екінің біріне ұғынықты бола бермейтінін, көсіліп кеткенде түпсіз тұңғиықтай көрінетінін айтады. Әрине, мұның бәрі әдебиетші ғалымның әуезовтен алған тәлімін анық аңғартатын еді. Тіпті Қайым сонау жылы абақтыдан шыға сала ұлы ұстазы Мұхаңның қалын білмекке асқан. Айдаудан endalga сәлелерінен босадық қой. Сонда Карлактан мынау мойын шу арқылы қайтып келе жатырмын. Үстімде ләгірдің киімі. Сонсын Алматы біріншіге түсіп, содан Семейге пересадка болу керек пойызға. Сонда пойыздың басына отырып, Есмағамбет Смайылов қызымен жеттім. Ол да айдалған, ол аман-есен келіпті. Есмағамбет айтты, сен мені қой, Мұхтар қызбан етеді. Мұхтар қызық, бізге ұрсат, сендер келдіңдер Қайым қайда жүр деп. Біз қайдан біледі. Мен аяғынан қайттым ғой. Сосын Мұхтар қызбан ететім. Етігім, ой, сен бісің, аман бісің. Мен сен туралы сықаға жақында айттым. Сені келет деген келе жатырмысың, қайдасың? Алматы бірдім. Қазір мен барам. Бүгін ертең Индияға жүріп жатырмын. Мен келгенше біздің үйде жатасың. Қазір алып қайтам деді. Ойбай мұқа келмеңіз. Бірінші менің сізді көретін түрім жоқ. Екіншісі мен үйге телеграм беріп қойдым. Үйге барам. Үйге баруым керек. Ендеше Семейге бар. Үйіңе барда Семейде 15 күн бол. Сонсын қайтып келіп біздің үйде жат. Мен бір айда енеде болдым. Содан келгенше жат деді. Айтпыз айтқан істемесің оғыздар әнжейді. 15 күннің үйіне жаттым. Әйелі Валентина Николаева қарсы алып, құшақтап, машинамен қарсы алды. Столды накрывай етіп қойып қалды. Қаншаға сотсыздан еді. Сосын айтты, Мұхтардың тапсырған не? Сен осы үйде боласың. Басқа жерге барып қонбайсың. Шақыратын қонақтарың болса, осы үйге өз үйіңде шақыра бер. Столдылайыр. Міне Мұхтардың айтқан тапсырмасы осы. Осыны білді. Не сондай болды. Абақтының азабын Мұхаңның да көргені баршаға мәлім. Ол қапастан оралған Қайыммен армансыз сырласады. Қанша азап шексе де қанаттас інісінің өзін сатпағанына разы болады. Сезімтал суреткер Қайсар қаламгерден түрмеде не ойладың деп сұрапты. Жазықсыз жазаланғанын, жан азабын айтар деп күтсе керек. Сонда ер көңіл ақын Қайым
былай депті: Отырдық дарға баса күнді санап, ұйқысыз өткен түнді жылға балап, мөлтілдеп көз жасындай кеп қапсың ғой, көзімнен бір ұшқан қайран арақ. Дейтұғын уақыт жетіп соқса сағат, сағынғам сондай күнді қылмай тағат. Жарқ етіп бұлттан шығып күткен күнім, ақ құсы әділеттің қақсағанат. Дередім сонда дүние арманым жоқ, тағдырға таба болып қалғаның жоқ. Көрсеттің қорлығыңды, зорлығыңды, кеудемнен жүрегіңді алғаның жоқ. Өр зорлықпен басымнан еркімді алдың, әзім салдың бетіме көргімді алдың. Аңқылдап ақ көңілмен ойнамасқа, аузымнан айнымайтын сердім алдың. Отқа салдың, отырдым жігір қайнап, тордағы арыстандай көзім жайнап, шыңдалып шым мұлатты жықтым міне, отырмын өзіңнен күліп ойнап. Бұл кісінің түрмеге барып келгенде, ол кісінің әңгімесіне қарағанда бір рахат. Бізге түрмедегі туралы әңгіме айтқанда бір рахат. Бізге айтады, түрмеде рахат болды дейді. Неге рахат болды? Неше түрлі профессорлар бар дейді. Неше түрлі қасқабас профессорлар бар. Әгілер бізге лекция оқиды, әңгіме айтады. Тұр рахат, бір университет болды дейді. Аңғай ақылды адамдар түрмеде екен дейді. Сөзі сол. Қайым Мұхамедқанұлы Абайдың туғанына 150 жыл толған мерейтойын өткізуге әзірлік барысында Алматыға шақырылды. Сонау 1945 жылы ұлы ақынның 100 жылдық мерейтойын ұйымдастыру комиссиясының ғалым хатшысы болған Қайым бұл іске де белсене кірісті. Ұлттық ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының абайтану бөліміне қызметке орналасты. Академик Серік Қирабаев бастаған қазақтың белгілі ғалымдарымен бірлесіп Абай шығармаларын қайта басып шығаруға атсалысты. Бұл іске Қайымды тартудың маңызы зор еді. Біз 2 жылдан астам әр аптаның сәрсенбі күні жаңа 8 адам, Серік аға бастаған 8 топ, 8 адам Абайдың текстологиялық томына отырдық. Осы кезде енді бүкіл Абайдың 1905 жылдан Мүрсейіт жазған қолжазбадан бастап бүгінгі сол 90 жылға шейінгі түгел кітаптар біздің қолымызда болды. Себебі Абайдың өзінен қолжазба жоқ. Соны салыстырып отырамыз. Мұнда пікірталас, кейде айтыс тартысымыз болып қалады. Осы кезде Қайым ағаның бір қатты дауыс шыққан, не болмаса өз ойын бір менікі ғана дұрыс деп өңмендегенін байқаған емеспін. Соны сыпайы ғана жеткізіп ойларын айтады. Қайымның сол жолғы еңбегі жеміссіз болған жоқ. Бұл іске атсалысқан бір топ ғалымдармен бірге республика мемлекеттік сыйлығын иеленді. Ұзақ жылдар бойы столының тартпасында жатып қалған кітаптары бірінен соң бірі жарық көре бастады. Сөйтіп Абайға сіңірген еңбегі ақталды. Қайым аға Алматыда көп тұрақтамады. Өзін өмір бойы бауырына басқан Семейіне аттанды. Семей Мұхамедқан әулетінің тарихына куә болған жер. Ол Абай ұрпақтарымен де емін-еркін араласқан, Әуезов эпопеясының кейіпкерлерінің бір қатарымен дәмдес болған. Ел мен жердің шежіресі ғалымның бүгінгі әңгімесінің арқауы. Шәкәрімді көрдім. Шәкәрім біздің үйде кеп жатып жүрді екен. Енді мен тумай тұрғанда 1912 жылы Шәкәрім өзінің қалқам, мамыр, еңлік кебек, тағы басқа шығармаларын Семейде жәрдемдейтін басылғаны болған. Сонда басырып, сонда біздің үйде жатыпты. Әкім айтады, Шәкәрім сонда біздің үйде жатты дейді. Енді Шәкәрімнің басқа қазақтың кішкене ерекшелігі мәдениетті адам болды. Бұлай рухани жөнінен ғана емес, жүріс-тұрысы, киімді өзі тігетін дейді. Шапаны да, бас киімі бәрі ерекше. Сондай болды. Сонда біздің үйде жатқанда дейді, 12 жылы енді көше шығып кетеді ғой. Сонда полицейскілер Шәкәрім ұстап, жауып тастапты. Паспорт жоқ, документ жоқ. Енді басқа қазақ ұқсамайды деп. Сонан менің әкем бір су босатып алған, күледі. Сол кезде Шәкәрімнен қауіптеніп кейін киімін. Сондай адам болған. Семей өңірі Қайым Мұхамедқановты сешканасын жерге қояды. Бірақ соны пайдаланып, сол кісі ел аралап, бүйтіп жүрмейтін. Сол қашан барсам, өзінің үйі, кабинеті бар, сонда отырып қағаздарын қарап, том жатқан қағаздар,
сонда көп нәрсе шықпай жатқан ол кезде. Ақырын бізге Мағжанды айтатын, ақырын Шәкәрімді айтатын сол кезде. Ақырын біз білмейміз, Шәкәрім білмей келдік. Шәкәрімді айтатын, Мағжанды айтатын. Содан кейбір шығып жатқан қазіргі қазақ ақындарын айтатын, ай сендер орыстарды қалай ақын деп айтасыңдар? Бұл поэзия емес қой дейтін. Кейбір үлкен ақындарымыз болды, тақпақшылайтын, тақпақтап. Сол айтады, мынау поэзия емес қой, мынау поэзия емес қой. Соны айтамыз, енді қалайсыз поэзия дегенде бір өлеңдер айтатын. Сөйтсек сол өлеңдер Мағжан өлеңдер екен. Мынау ғой поэзия. Поэзия деген мынау ғой деп. Қажымұқанды Семейде 99 көрдім. Семейдің серігінде күресті. Сонда біз, Қажымұқан біздің үйдің қарсысында бір үйде жатты. Солдатский көшеде. Сонда жатады. Біз еріккен жас жігіттер Қажымұқанның тұрғаны серіктен шыққанда ресторанға алып көреміз. Сыра береміз, арақ береміз. Жейді. Әңгімесін тыңдаймыз күліп. Қажымұқанды көп көрдім мен. Сосын да Қажымұқанды мен Абайдың 100 жылдығына шақырғанбыз. Сонда Абайдың 100 жылдық өткізу комиссиясының, правительственный комиссияның мен ученый секретарь болатын. Бар распределитель кредиті. Сонда Қамжан Айдархан дейтін бір жас баласы кішкентай әйелімен келді, шақыртқанбыз. Сосын өзім алып жүрдім жеке машинамен. Ресторанға алып барам. Өзіне жеке нөмір беріп қойдық. Сонда кереуетке жата алмайтын полға 2-3 матрас қатырсып сөйтіп жатады. Сөйтіп алып жүрдік марқұмды. Қаймұхаметқанов ағамыз көрген кезде маған осы қазақтың асыл текті тұқымдарының бір кезде репрессияға ұшырап, сондағы текті тұқымдарымыздың жойылып, қырылып, атуға, тұтқындауға жіберді. Міне содан қалған бір көздей көрінеді. Себебі Қайым ағаның үйінде Мұхаметқан қария өзі сауатты болған, ол кісі қолы ашық адам болған, және үйіне қазақтың кілең марғасқалары Ахмет Байтұрсынов келеді екен, Міржақып Дулатов, Тынышбаев келеді екен, тіпті Сұлтанмахмұт Торайғыров та сол үйге жиналып тұрған. Сонда бұл үй бір қазақ қауымның рухани орталығы болғанда үй болған. Қайым Мұхаметқанұлының тәуелсіздік алғанға дейінгі республика гимнінің автор екенін жұртшылық жақсы біледі. Қайым 1944 жылы Қазақ СССР-ның гимнінің сөзін жазуға бәйге жарияланғанын әуезовтен естиді. Бұл сол тұстағы қазақтың небір марғасқа ақындарының да, өлеңге бір табан жақындарының да әнұранға автор болу үшін жан алысып, жан берісіп жатқан кез еді. Жыр жүйріктерінің бүйір қызғаны былай тұрсын, қалың қазаққа кере қарыс романдармен әйгілі болған прозаиктердің өзі өлең додасының қызу ортасына қойып кетті. Мәтіндерінің мінсіз өтуін көздеген ақындар қоғамда орны бар белгілі кісілерге қосалқы автор бол деп қолға салды. Матадаңқы мен бөз өтедінің керін келтіргендер әуезовті де жағалады. Қазақтың қара өлеңіне таласы бар Қайым жалғыз шапты. Жалғыздың жары Құдай деген әдебиет әлемінде атақ аспандап тұрған ақындардан да, жақсылардың жалына жармасып топқа түскен үміткерлерден де басым түсті. Қар үзіп шыққан Қайымның қуанышында шек болмады. Алайда орталық комитет күтпеген шешім қабылдады. Гимннің сөзін жазғандардың қатарына әдебиетіміздің көрнекті өкілдері Ғабит Мүсірепов пен Әбділда Тәжібаевтың есімдері тіркелді. Ақындық жағынан мынау гимніміздің автор ғой алғашқы. Сіз мынаны қараңызшы, біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Енді басында дейді, біз емес ер қазақ деп айтқан дейді. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Енді тамаша сөз ғой. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Осы сөзді қалтыру керек еді гимнде. Сол ғой өзі, ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Тәуелсіздігіміз сол ғой. Сонда осы енді Кәкең жазған гимн өтіп кетті ғой енді кезінде. Бұл жерде енді жабық қой бәрі. Сонда намыс, жігер, тектілігі сол сөзбен берілді ғой. Сөйтіп гимні шығып,
гимн авторы болды. Енді оның жанында әрине Әбділда Тәжібаев, Ғабит Мүсірептер, жаңғыз емес, оны білесіздер енді. Бірақ енді гимнді мысалы Мүсірепов жасса Қайымды кіргізбейді ғой. Сол емес пе? Даже Әбекең жасса да, Әбділда Тәжібаев, құрметті ақсақалымыз, ол жасса да кіргізбейді ғой. Демек ана Қайым Мұхамедхановтың орны болып тұр ғой мәселе. Орны бол, әрине, оған кейін Әбділда Тәжібаев, Ғабит Мүсірептер өзгерістер жасап, бірге жазған ғой енді, солай болу керек қой. Бірақ негізінде анау көріп отырсыз ба, оның өзінің еңбегі біраз болып тұр ғой. Әйтпесе ол семейде жүрген жас Қайым Мұхамедхановты кім біледі оны? Сөйтіп, Қазақстан халқы жарты ғасырға жуық уақыт бойы Қайымның өлеңіне жазылған гимнді шырқады. Қайым аға ел тәуелсіздік алған тұстағы әнұран бәйгесіне қатысып бақ сынап көрген. Бұл жолы бұрынғы мәтінге айтарлықтай өзгеріс енгізіп, азат елдің көңіл әуеніне бейімдеген болатын. Бірақ әнұранға екінші қайтара автор болу еншісіне тиген жоқ. Қазір 86 жаста. Шәкәрім атындағы Семей университетінен әлі де қол үзе қойған жоқ. Шәкірттерімен сырласады. Сондағы зиялы қауым өкілдерімен пікір бөліседі. Бәлкім Қайым аға Ұлы Абайдың мекенінде Семей әдебиетшілерінің бағына бола тұрақтап қалған шығар. Содан енді бұл кісінің ең қызығы емтихан алғаны қызық. Емтихан алғанда бізде бір күні мынадай жағдай болды, бір Попов деген деканымыз болды. Соны ол билеттерді береді, тастап кетіп қалады. Отырамыз. Соны енді адамдар көшіре ме, әртүрлі жағдай ғой. Соны Попов кеп айтып, сіз Қайым Мұхамедханович, бұлау лекция экзамен алудың тәртібі бұлай емес, бұлар билетпен отыру, мынадар көшіріп жатыр шпаргалка деп. Сонда Қайым аға айтады, шпаргалка деген ол не дейді? Сонда айтады, міне кітаптың көшіріп жатыр ғой, қалайсыз ба, қалайсыз? Сонда Қайымның айтқаны, Кәкеңнің. Бұларды дейді, кітапхананың ішіне отырғызып қойып, емтихан алуға болады дейді. Кітапхананың ішіне отырғызып қой дейді, ол білмейтін адам, ол білмейді қай полкада қандай кітап тұрған дейді. Қай кітапта не айтылған қайдан біледі ол дейді. А білетін адам, ол бәрібір біледі. Сондықтан шпаргалка деген менде ұғым жоқ дейді. Бұл кісі емтихан алғанда, бұл кісі 2 деген болмайтын. Айтатын, мынау 2 алмайды ешкім. Осы 3 дегенде ойымда жоқ, міне 3-ті алатын адамдар бар ма, жоқ па? Енді мен өзім, біз сияқты адамдарға 5-ке оқыдық. Осы Қайым емтиханнан құлады дегенде естіген жоқпын. Қайымның табанды күрескер, әйгілі әдебиетші, танымал ақын, белгілі аудармашы, драматург екені баршаға мәлім. Алайда сонау қиын қыстау кезеңде жары Фархинур екеуі 10 бала тәрбиелеп өсіргенін екінің бірі біле бермес. Батырананың белгісін өңіріне таққан Фай апай Қайымның соңғы уақыттағы жемісті сәттерінің бәріне бірдей куә бола алмай бақилыққа аттанды. Оның есесіне бұл күнге балалар жетті. Қайымның 5 ұлының бірі Жәнібек хабар агенттігінің дыбыс режиссері болып қызмет істейді. Еліміздің маңдайалды ақпарат мекемесінің үні халықтың құлағына таза жетіп жатса, бұл істе Жәнібектің де үлесі бар. Әкеден алған өнеге, қан мен дарыған қасиет Қайымның ұлының бойынан көптеп табылады. Мұхамедхан әулет ұрпақтарының қай-қайсысы да бетің бар, жүзің бар демейтін турашылдықты жанына сергеткен. Қанша қиындық көрсе де рухы түспеген Қайым Мұхамедханұлы құрылысын қалай түсіндіруге болар еді? Азап атаулыға қабырғасы қайыспай, қайта шығар болаттай қайралып шығуының себебіне. Талайды қаресекке теріс мінгізген жазалаушы жүйенің оны жасыта алмаған неліктен. Абзалы мұны өзінен сұралық. Әдебиет зерттеу жұмысының жолы оңай жол емес, қиын жол екен. Оған адам өзінің басын беріп істеу керек. Шын әдебиетші, шын зерттеу жолындаған адам шындықтан қайтпау керек, еш нәрседен қорықпау керек. Мен осы жолдан таңым жоқ, Құдайға шүкір, осы күнге шейін.